Қарағай ауданы Құрық ауылының нөмірі 1 жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімімін. Еңбек өтілім 30 жыл, педагог зерттеуші. Бүгінгі дайындаған тақырыбым сіздерге бастауыш сынып оқушыларының білім сапасын арттыру жолдары. Енді бұл тақырыптың негізгі мақсаты оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға бағытталған әдіс тәсілдерді ұсыну. Яғни біздер бастауыш сынып болғаннан кейін бастауыштың оқушыларына, әсіресе 1 мен 2 сыныптың оқушыларына көбіне көп біздер сабақта ойын элементтерін қолданамыз. Бастауыш сынып оқушыларының білім сапасын арттыру бұл өте маңызды әрі жан-жақты қарастыруды қажет ететін мәселе. Оны барлығымыз білеміз. Білім сапасын арттыру тек мұғалімнің ғана емес, үйдегі ата-ананың және мектептің әкімшілігінің де, тіпті қоғамның да ортақ міндеті десем де артық айтпаған болар едім. Себебі біз білеміз ғой, мектеп, мұғалім, ата-ана, оқушы деген үштікті білеміз. Сол үштік қалай жұмыс жасаса, біз баланы тұлға етіп тәрбиелеп шығарамыз. Жан-жақты үшеу бірлесіп жұмыс жасайтын болса. Енді алдымен білім сапасын арттырудағы негізгі жолдары қандай? Соған тоқталып өтейін. Бұл ең бірінші оқыту әдістерін жаңарту. Бұл енді қазір білеміз, бәрімізде интерактивті сабақтар, топтық жұмыстар, қарым-қатынасқа бағытталған тәсілдер. Біздер үнемі айтып жатамыз, жұптық жұмыс, топтық жұмыс, жеке жұмыс, ұжымдық жұмыс деп. Міне бұл жұмыстардың балалар үшін беретін несі жаңағы тәсілі, сабақта қолданылатын өздерінің есеп шығарған кезде, мәтінмен жұмыс жасаған кезде, жаратылыстанудың тәжірибе жұмыстарын жаңағы жасаған кезде топтық жұмыстың бірінің білгенін бірі, білмегенін бірі толтырып, екіншісі қасында көмектесіп деген сияқты бірлесіп жасаған жұмыстың нәтижесі жақсы болады екен. Енді технологияларды қолдану, цифрлық қолдану арқылы оқытуды жетілдіру. Бұл цифрлық құралдар, интерактивті тақталар, аудио-видео ресурстар. Оқу қосымшалары, цифрлық құралдарға оқу қосымшалары мен ойындар арқылы балалардың пәнге деген қызығушылығын арттыру. Яғни қазіргі біздегі жаңа технологиядағы жаңашыл жаңағы оқыту үрдісіндегі болып жатқан өзгерістер, біздер қолданып жүрген күнделікті сабақтағы платформалар, түрлі жаңағы цифрлық құралдар бұл балалардың пәнге деген қызығушылығын арттырады екен. Интерактивті тақта менен есеп шығарғанның өзіне, ойын элементтерін сабақта қолданғанның өзі балалардың визуалды көру, материалды пайдалануды, оқуды жеңілдетеді және есте сақтауды күшейтеді. Балаларға құр сөзбен түсіндіргеннен көрі, олардың көзбен көргеннің өзі кішкене оң нәтиже береді екен. Енді баладан біздер үй тапсырмасын ұйымдастырған кезде, үйде үнемі жаңағы кейбір кездерде айтып жатады ата-аналар, үнемі мұғалімдер жаңағы мектепте көп естиміз да сондай әңгімені. Мұғалім мектепте оқулықтағы жеңіл тапсырманы орындайды да, үйге жаңағы мәтін құрау, әңгіме жазу, суретпен әңгіме, жаңылтпашты ұйқастырып жазып келу, немесе жаттап келу деген сияқты қиындау тапсырмаларын үйге береді деп кейде наразы болып жатады. Менше бұндай суретпен жұмыс, мәтінмен жұмыс дегендерді мектепте балалармен бірлесе отырып, топтасып отырып, әлдеқайда жеңілірек болады. Ал үй тапсырмасын тиімді ұйымдастыру дегеніміз бұл түсінікті нұсқау беру, яғни бала түсіне алатындай. Үйде кіші топта, 1-2 сыныптағы балаларға үйде ата-ана көмектесе алатындай біз түсінікті нұсқау беруіміз керек. Сосын уақытты дұрыс бөлу үй тапсырмасына, яғни кешкі уақыт емес, түстен кейінгі, қосымшадан кейінгі, жаңағы спорттық немесе басқа да өнер факультативтерінен келгеннен кейінгі уақытты тиімді пайдалану. Және үйде ата-ананың қолдауы міндетті түрде керек балаға. Әсіресе мына бастауыш сатыдағы балаларға үйде ата-ананың қолдауы ерекше қажет болады. Бақыламаса, керекті бір кеңес бермесе, көмектеспесе, бала тек қана мектептегі мен ғана шектелетін болса, онда кішкене
алған білім, сыныпта алған білімдерін әрі қарай қолданып кету, әрі қарай тереңірек түсініп кету кішкене қиынға соғады. Сондықтан үй тапсырмасын тиімді ұйымдастыру дегеніміз, яғни ата анамен бірлесе отырып жұмыс жасау дегенді білдіреді. Енді осы білім сапасын арттырудың ең негізгісі бұл функционалдық сауаттылықтың маңызы. Біз білеміз, функционалдық сауаттылық дегеніміз оқыту нәтижесі, тәрбиелеу, әлеуметтік дағды, яғни функционалдық сауаттылық үш бөліктен тұрады, үш құрамдас бөлігі бар. Бұл дегеніміз жаңағы жаратылыстану сауаттылығы, математика сауаттылығы және оқу сауаттылығы. Функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың тиімді әдістері мына жерде көріп отырғаныңыздай, ең бірінші бұл сұрақ-жауап әдісі, жағдаяттық тапсырмалар, сұхбаттық тапсырмалар, интербелсенді әдістер, рөлдік ойындар, дара тұлғаға бағытталған әдістер. Енді бұл әдістердің көпшілігі сабақта қолданылады. Әсіресе мына сұхбаттық тапсырмалар менен сұрақ-жауап әдістері, интербелсенді әдістерді біздер күнделікті сабақта көбірек қолданамыз. Енді біздер жаңағы ашық сабағымызды өте жандырып, жаңағы жан-жақты дайындалып, барымызды көрсетуге тырысамыз ғой. Ал күнделікті сабақта да біз осы кейбір күнде жаңағы ашық сабаққа дайындалып, ең болмағанда элементтерін бір азғантай да болса баланың жаңағы несінде, ойында, жадында қалатындай жаңағы визуалды көру ретінде қалатындай біз жұмыстарды ұйымдастырсақ, балаларға кішкене білімді қабылдау жеңілірек болар еді. Енді оқу сауаттылығы, жаңағы білім сапасын арттырудағы функционалдық сауаттылық үшке бөлінеді: математикалық, жаратылыстану және оқу сауаттылығы. Мен бүгін соның ішінде оқу сауаттылық пен математикалық сауаттылыққа тоқтағым келіп отыр. Бұл оқу сауаттылығы дегеніміз, өздеріңіз білесіздер, мәтінді түсіну, талдау және өз ойымен байланыстыра білу қабілеті, ақпаратты табу, сұрыптау, бағалау, сыни тұрғыдан ойлау және логикалық пайымдау. Біздер ойлаймыз, оқу сауаттылығы дегенде тек қана әдебиеттік оқу деп ойлаймыз, жоқ, оқу сауаттылығы барлық пәнде бірдей жүреді. Себебі біз жаратылыстануда да мәтінмен жұмыс жасаймыз, математикада мәтіндік есептер шығарамыз, қазақ тілде де жаттығуларда мәтіндер беріледі. Яғни сонда қарап отырсақ, барлық сабақта оқу сауаттылығы бірге жүреді екен. Енді оқу сауаттылығының маңыздылығы неде? Бұл түсіну, мәтінді түсінуге көмектеседі, талдау, ақпаратты талдауға үйретеді және сауатты сөйлеуге ықпал етеді. Оқу сауаттылығы балаларға мәтінді түсінуге, ақпаратты талдауға, коммуникациялық дағдыларды әрі қарай жаңағы дамытуға көмектеседі екен. Оқу сауаттылығының арттыру жолдары. Енді бұны бәріміз білеміз. Мәтінмен жүйелі жұмыс жүргізу, бұл түрлі жанрдағы ертегі, әңгіме, өлең, танымдық мәтіндер. Бұл жерде айта кететін нәрсе, ертегіні, әңгімені қойылым ретінде, сахналық қойылым ретінде көрсетуге болады. Мәтінді түсініп оқу, мазмұнын әңгімелеу, кейіпкерлерге сипаттама беру. Мысалы, қазақ тілден мәтін түрлерін өткен кезде осы кейіпкерлерге сипаттама беру, жалпы сипаттау, мәтіннің жаңағы ашу, міне осы кезде жаңағы мәтінмен жүйелі жұмысты осы кезде жүргізген жақсы. Сұрақ-жауап әдісі, мәтін бойынша ашық және жабық сұрақтар қою. Неге, қалай ойлайсың, егер, орнында болсаң не істер едің деген сияқты сұрақтар арқылы балалардың ойлауын дамыту. Сосын креативті тапсырмалар. Яғни қазіргі таңда бізде берілген жаңағы мәтінге, берілген тақырыпқа сурет салу, рөлдік ойындар ұйымдастыру, комикс құрастыру, өз әңгімесін, өлеңін жазу арқылы сөздік қорын молайту дейді. Оқуға деген қызығушылығын арттыру, оқушының қызығушылығына сай кітаптар ұсыну, кітап оқу бұрышы немесе кітап апталығы сияқты мектепішілік жобаларды ұйымдастыру. Яғни бұның барлығы оқу сауаттылығының арттыру жолдары болып табылады. Оқу дағдысы, бұл көзбен оқу, тыңдау және жазу. Оқу дағдыларын дамыту үшін әртүрлі әдістер қолданылады. Яғни мәтінді көзбен шолып оқу, түсіну және түйіндеме жасауда. Енді бәріміз білеміз, әріптестер, мына көрсетілген тақтада көрсетіліп тұр, слайдта көрсетіліп тұрғандай, көптеген платформаларды біз сабақта қолданамыз. Әсіресе ашық сабақ болатын кезде айттым ғой, жаңа барлық осы шамамыз келгенше осы платформалардың барлығын сабақта қолдануға тырысамыз. Енді бұл жерде менің айтайын дегенім, алдыңғы математикалық сауаттылығын
арттыру жолдары деген презентациямда да айтып өткен болатынмын. Бірнеше осындай жаңағы жаңашыл форматтағы платформаларды, яғни Learning Apps, Joytech, WordWall жаңа айтып кетті. Сосын Flipiti бар, Clickers бар, Google Форма деп, ZipGrid, бұлардың барлығын қыздар біздер әріптестер білеміз, иә. Әсіресе жастар жағы бұл платформалармен жақсы жұмыс жасайды. Себебі бұл платформалар балалардың қызығушылығын арттыруға көп жаңағы септігін тигізеді. Енді бір осы жерде айта кетейін деп отырғаным, біздің отандық платформа деген сол жақсы ұнады маған, бірақ мен бір осының тегін тіркеліп жаңағы сабағына қатысқан кезімде бұл ақылы екен. Бізде көптеген платформалар қолданған кезде бір тест бірнеше сабаққа, мысалы толда 5 сабаққа дейін құрастыра аламыз, 5 ойынға дейін. Не тегін, ал мына шырағай дегеніміз бізде не екен, жаңағы ақылы екен, ақылы, яғни бір жылға бірнеше жаңағы 150 мың ба сондай теңге төлеп көр. Бірақ деген ішінде қарап отырсаң 2 минутта эссені де, тестті де құрастыруға болады, КМЖ да құрастыруға болады. Мысалы чат GPT сияқты бүгінгі мысалына көріп отырсаңыз, осы презентацияны дайындаудың өзінде жасанды интеллект арқылы жұмыс жасаймыз ғой біздер. Мысалы жасанды интеллект арқылы осы тапсырмаларды біздер жаңағы интернеттен саламыз, Google-де іздейміз, жан-жақты қараймыз. Сонда өзіміздің қызығушылығымыз мына жаңағы платформаларға өзіміз қызығып, мынаумен былай жасауға болады екен, мынаумен былай жасауға болады екен деген сияқты өзімізде қызығушылық оянып отыр. Мен сол сияқты осы мына шырағай деген платформаны сіздерге мен қолдануға кеңес беремін. Дегенмен ақылы, бірақ көптеген көмегін тигізеді біздер үшін. Енді ойын технологияларын қолдану сабақта. Енді бұл жерде мен күнделікті сабақты алдым. Ойын технологияларын қолдану дегеніміз бұл сөздік ойындар. Сөздерді құрастыру және табу арқылы сөздік қорын байыту. Оқу ойындары, мәтінді түсіну және талдаудағыларын дамыту. Рөлдік ойындар, сөйлеу және тыңдау дағдыларын жетілдіру. Енді бұл жерде біздер әдебиеттік оқу сабағында үй тапсырмасын сұрауда теріс орындық деген әдісті қолдандым. Содан кішкене бір бейнеролик жасағанмын, бір қарай жіберіңіз, сосын тыңдай қойыңыз. Жақсы балалар, бүгінгі тапсырмасын сабағында теріс орындық деген ойнаймыз. Ол үшін қазір бір оқушы шығып орындыққа отырады. Тақтадан бойынша басқа оқушылар тақтаның алдында отырған, теріс қарап отырған оқушыға не қояды? Сұрақ қояды. Үй тапсырмасы бойынша сұрақ қояды, берген суреттер бойынша соған оқушы, алдында отырған, тақтаның алдында отырған оқушы не істеу керек? Жауап беру керек. Ал жақсы, кім шығады тақтаның алдына қайын? Кім шығады? Ал жақсы, келе ғой кім? Нұрсая келе ғой, жақсы. Келе ғой? Тұра ғой? Сложность. Енді Почему ты ждала теста? Ты открыто идешь против самой семьи и султана. Ты сказала, что ей давно уже нужно на покой. Енді нұсқасына сұрақ қоямыз, келесі сурет бойынша. Иә, айнем деп қоя ғой. Екінші сурет бойынша сұрақ қоямыз. Қайда жасырды? Шөптің арасын жасырды. Ол келсеңіз балалар бізді? Айнем деп отыра ғой, иә? Айнем бізге жақсы аса қоя отыра. Аса өзің отыра қойды. Келесі асаға тұрақ қоямыз дейінші. Ибрахим қоя. Не, осылайша жалғасып кете береді. Яғни үйге берілген тапсырманы осылай ойын арқылы балалардың кішкене есте сақтау қабілетін жаңағы арттыру мақсатында осындай оқу ойындарын қолдануға болады. Мәтінді түсіну үшін, талдау үшін.
Енді келесі қызықты оқу материалдарын пайдалану. Ертегілер, өлеңдер, әңгімелер бұл баланың оқуға деген қызығушылығын арттырудың тиімді жолы. Ертегіні қызығып оқиды ғой, балалар былай әңгімеге қарағанда ертегіні өте қызығып оқиды. Ертегілер қызықты сюжеттер арқылы балалардың қиялын дамытады. Енді жаратылыстану сауаттылығы мен оқу сауаттылығының байланысы. Жаратылыстану сауаттылығы да мәтінмен жұмыс жасайды. Бұнда бірақ зерттеу, жобалар жасау, жаратылыстану сауаттылығы балалардың ғылыми білімін арттырады. Зерттеуге қызығушылықты оятады. Тәжірибе жасау арқылы білімді практикада қолдануға мүмкіндік береді екен. Енді мына жерде жаратылыстану пәндерін оқыту әдістеріне интерактив сабақтар, тәжірибелік жұмыстар, жобалық жұмыстар. Енді осы жерде тәжірибелік жұмыс жақында ғана өткен ауа туралы жаңа тақырыпта үйден тәжірибе жасап, соны видеоға түсіріп, маған жібересіздер деген өткенде бір күн онлайн сабақ кезінде сол кездегі балалардың жасаған жұмыстары. Біреуін ғана қойдым, тыңдаңыздар. Енді суға батпауының себебі де оның құрамында ауа болғандықтан суға батпайды деп дәлелдеді. Енді оқу сауаттылығы мен жаратылыстану сауаттылығы және математика сауаттылығын байланыстыру. Бұның барлығында да мәтінді түсіну, ақпаратты талдау, білімді қолдану. Оқу мен жаратылыстану сауаттылығы бір-бірімен тығыз байланысты. Мәтінді түсіну, ақпаратты талдау, білімді қолдану өте маңызды қадамдар. Енді менің осы жалпы осы тақырыптарды қарап, оқып, зерттеп, дайындалып отырғандағы осы дайындаған ұсынысым жаңа әдістер. Біздер кері байланыс оқушыны ынталандыру. Мұғалімдерге білім сапасын арттыру. Мықшым ол өзі шықпайды, ол Мұғалімдерге білім сапасын арттыруда оқу, жаратылыстану және математика сауаттылығын арттыру үшін жаңа әдістерді қолдану керек. Оқушылармен кері байланыс жасау маңызды, ынталандыру арқылы оқуға деген қызығушылықты арттыруға болады. Енді қорытындылай келгенде, оқу сауаттылығы білім алудың негізі, ал жаратылыстану мен математика сауаттылығы ғылыми білімді арттырады. Мұғалімдер жаңа әдістерді қолдануы керек, кері байланыс жасау және ынталандыру өте маңызды дер едім. Менің осы бүгінгі сабаққа, вебинарға дайындаған қысқаша оқушылардың білім сауаттылығын, білім сапасын арттыру мақсатындағы тиімді қандай әдіс тәсілдері бар, солар туралы қысқаша дайындаған жұмысым осы, әріптестер. Енді маған қоятын сұрақтарыңыз болса, кеңестеріңіз болса, ұсыныстарыңыз болса, тыңдауға дайынмын. Жалпы мына біз мұғалімдер жалпы ашық сабақ өткізгенде сабағымызға күнделікті сабақтан гөрі ерекше өткізуге тырысамыз ғой. Ол үшін көптеген платформалармен жұмыс жасаймыз, тапсырмалар дайындаймыз. Қазір компьютермен жаңа технологияларды меңгерген мұғалімдерге ашық сабақ құру қиын емес деуге де болады. Себебі қазір мына айтып отырған платформалар өте көп көмекке келеді. Осы мына бүгінгі жұмысты жасау үшін де мен осы платформалардан көп көмек алдым. Соның ішінде Gamma платформасы, Canva платформасы презентация құруда. Содан кейін мына жаңа ChatGPT платформасы сияқты көп көмегін тигізеді екен. Біздер тіпті жасанды интеллект арқылы өмірден өткен тарихи тұлғаларды да қазір деген сөйлетіп, ән айтқызып, өздерінің өлеңдерін өзіне оқытып, кәдімгі тірі қазір өмірде бар адам сияқты қылып, тірі қылып көрсетіп жатырмыз ғой. Яғни сонда қарап отырсаңыз, қазір технологияны меңгеруіміз керек,
әлі де үйрене беруіміз керек екен. Көп екен үйренеріміз. Ашып қарап отырсақ, күнделікті сабақта қолдануға керекті материалдар көп екен осы платформалардың ішінде. Дұрыс айтасыз, иә, сурет жандандыру деген ғой. Жақсы, сұрақтарыңыз бар ма? Қайта экран жоқ. Жақсы, мына WordBall дедіңіз, сосын жаңағы басқа да әдіс тәсілдерді қолданамын дедіңіз ғой, да? Әдіс тәсілдерді топтық жұмыста ма, көбіне жұптық жұмыста қолданасыз ба? Әдіс тәсілдер көбіне топтық жұмыста ғой, сосын жеке жұмыста ғой. Мысалы, WordWall'дың тапсырмалары көбіне көп жеке шығады ғой оқушылар тақтаға. Жеке мысалы WordWall'да. Сосын жаңағы мына жерде бар ғой, жаңағы мына бақаны секілді сәйкестендіруде жеке жұмыс, мысалы мына жерде көбіне көп та мына платформалардың ішінде көбіне көп қолданылатын оқушылармен жаңа жеке жұмыс. Мына жердегі суретте бұл қазақ тілдегі мәтінмен жұмыс, оқу сауаттылығы кезіндегі бұл мәтінді талдау, яғни мәтіндегі негізгі ойды анықтау, мәтінге тақырып ат қою деген жұмыс болатын, ашық сабақта өтілген. Одан кейін сәйкестендіру, міне жарыстану сабағында өтілген. Платформалар көбіне көп жеке жұмыс орындаған кезде беріледі. Жақсы, тағы сұрақтарыңыз болса? уақыт болды ау деймін, тағы бар ма сұрақтарыңыз? Қыздар бар ма екен? Не түйдіңіз, не түсіндіңіз? Сабақта қолданасыңдар ма? Жақсы, сұрақтар. Қазір жастар деген бізден бетер күшті қолданады ғой бұндай платформаларды. Ашық сабақ берген кезде мектептегі қыздарға кәдімгі қызығып қарап отырып, соған жаңа тіркеліп, соны қарап, жаңа компьютермен отырамыз, түстен кейін, жұмыстан кейін соны ертеңгі сабаққа құрттай бірдеңе көрсетіп кетейікші депті. Бірақ күнделікті сабақты өстіп, мен түсінгенім күнделікті сабақты не істеп қою керек екен, видеоға түсіре беру керек екен. Менде видео негізі көп болып еді, телефонымды ауыстырғанда ана неде кетіп қалған, енді Google дискке құйылмай қалған ғой, көптеген видеолар кетіп қалған. Былтырғы 4-ші сыныппен өткізілген видеолар, сабақтар, ашық сабақта қызықты сахналық қойылым бар еді, былтырғы 1-ші сыныпта оқушылардың қойған. Техниканың бір жағының пайдасы, бір жағының зияны, телефонда жүргенде қиын екен. Негізі бір жаңағы почтаға болсын, инстаграмға болсын құйып қою керек екен. Кейін таба алмай қаламыз осын. Керек кезінде. Ешкім сұрақ қойғысы келіп отқан жоқ сияқты. Рахмет, апай. Сұрағым жоқ, бір өте жақсы, орынды айтып жатқаныңыздың барлығы. Менде де биыл 1-ші сынып, балаларды сурет арқылы, ертегілер арқылы, қойылымдар қою арқылы, қазіргі таңда қаланың балалары сөзге шорқақ қой. Қазіргі таңда бұрын ыр деген дыбыстарға ғана тіл келмейтін еді, қазір көп әріпке тілі келмейтін балалар өте көп. Бұрын бірең сарың бала ғана болатын еді ғой, сыныпта болмаса болмайды. Мысалы, қазір өте көп сол балалар тек қысқа ғана бір 2 сөзбен ғана жауап береді, сұрақ қойсаң да, мысалға да, өте сөздік қоры аз. Сол себепті осындай нелерді қолданып отырамыз. Сөйлесін, ойларын айтсын, жеткізсін деп. Басында ұялды, сөйлемеді, жауап бермеді, қазір ашылып келе жатыр балалар деген. Мен шығайыншы деп осындай әдіс тәсілдерді қарап, түртіп алып, мысалға сіз жаратылыстану бағытында көрсетіп жатсаңыз, бір әдіс тәсілді мен мысалға ойлаймын, бұны қазақ тілде қолданса қалай болады, мысалға математика қолданса қалай болады деп, дәл сол күйінде көшірмеу керек та, сол күйінде көшірмеу керек. Өзің өзгеріс жасап. Сөзіңіз өлі, өткенде математикалық сауаттылықты арттыру жолдары деген вебинарда тақырыбында мен бұрындық қозғалыс деген әдіс тәсілді көрсеттім да. Ол бір жақсы негіз, күнделікті ол жаңа айтып отырғансыз, ол математикаға да келеді, оны қазақ тілге де қолдануға болады, оны әдебиетте де қолдануға болады. Көптеген әдіс тәсілдерді барлық пәнде қолдануға болады, барлық негізгі пәнде. Себебі бізде ортақ тақырып бар ғой.
соны мысалы дүниетану, жаратылыстану, математика барлығы қазір дені саудың жаны сау деген бөлімдерде өтіп жатырмыз да барлығы. Сол кезде барлық пәнді байланыстырып кете беруге болады, есте сақтап қалады. Кейде балалар өздері айтып жатады. Иә. Мысалы күнделікті мысалы тақырыптармен танысып жатырық ана тілімізде, сонда күнделікті өмірде естисіздер ма осы сөзді деп айтамыз да. Кеше бәсіре деген тақырыпты өткен кезде бір оқушы бірден сол сұрақты қоймай жатыр. Апай біз мына күнделікті өмірде естімейміз мына сөзді деп та. Уже қалыптасып қалған да балада да. Міндетті түрде ол айтылмайды ғой сөздер деген біздерде. Қанша дегенмен аудиодан гөрі негізі визуалды есте қалады балаларды да, көру арқылы есте қалады. Мына тыңдағаннан гөрі да, ол айтқан тыңдағаннан нәтиже шыға ма шықпай ма да. Мысалы кейбір балалар ойды түйіп қалатын балдар бар, тіпті жаңағы былайша айтқанда бір құлағынан кіріп бір құлағынан шығып кететін балалар да бар, ол сенің айтқаныңды. Бірақ мынандай ойын элементтерін қосып, жаңағыдай платформаларды қосып, сәйкестендіруді тап, мынаны тап деген кезде ой менде деп шулап жағаласып кетеді ғой тақтаға. Жаңа мана осы алдындағы жібек әріптесім айтып кеткендей, жаңа топ IQ, топик деп жатыр ғой, оны енді күнделікті сабақта қолданамыз, оны ашып қоямыз тақтада. Математиканың есептері сол топиктің ішінде бар. Топ IQ-дің ішінде, соның ішінде орнына қоятын, төртбұрыштың орнына қоятын, кестеге қоятын тапсырмалар өте көп. Видеосымен бар, сабақтардың видео түсіндірмесімен бар. Жалпы топ IQ. Топик дейді, негізі біздер курсқа барғанда, семинарға барғанда топ IQ деп айтқызып үйретті да бізге. Негізі жақсы. Топикті үйретті ғой. Иә, біздер топикті үйреніп кеттік. Негізі бірақ сол бағдарламада өте жақсы. Иә. Дайын материалдар өте көп. Олай болса, мына экран нашар ма екен, қыздар, суретке түсіріп алсақ? Экран ашатын қыздар жоқ сияқты осы. Қыздардың бәрі кешкі тамақ беріп жатыр ау үйлерінде. Бір суретке түсіріп алайын, қазір суретке түсірдіңіз ба дейді ол. Ашып отқандарыңыз қарап отырайық. Кіріп тұрған адам көп, бірақ бәрінің беті видеосы жоқ. Бәрін экранын ашсын. Ашпай тұр ғой. Ашып жатыр ғой. Кім аттарын ата бәрінің. Тазагүл, Айгүл, Нұргүл, Айсәуле, Жібек, Орынша. Елесте әдіскерлерін айтып жібереміз ба, ат жөндерін сразу экран. Салиха, экраныңды аш. Жібек апай. Жеміс. Жібек апай. Түгел ашамыз. Айсәуле апай. Айгүл апай. Тазагүл апай. Салиха. iPhone дегендер сосын ат жөнін жазып қойсаңыз, оқушы онлайн сабақта солай өтесіңдер ма? Неге ашып қоймайсыңдар? Неше рет айтылды деймін да, iPhone дегендер. Сабақ сайын айтамыз осы қосылғанда. Салиха, экраныңызды ашып қойыңыз. Жеміс апай. Айгүл апай, Тазагүл апай, тездетейік бұл уақытын. Жолда келе жатырмын, сәлеметсіздер ме? Оғаш жоқ, аша беріңіз, жолда келе жатсаңыз. Сет ұстап тұрса болды ғой. iPhone ат жөнін жазып қойып, ол көтерме. Сет ұстап тұр. Айгүл апай, экранды ашып беріңіз. Салиха, қосып алып кетіп қалдым, Салиха. Жеміс апай, кім қалды да ана жерде? Тездетеміз ол. 16 үш адам шығып кетті. Сізге записке жазылып тұра ма, кім шығып кетті? Ал видеоға түсіре беріңіз, өзін қап-қара болып тұрса жіберерміз мектептеріне, мынандай мұғалімдер деп. Видеоға суретке түсіріп ала қойыңыз. Мұғалімдерге экранға әдемілеп түсірерсіз да, чатқа салып жіберіп, маңызды мұғалімдер. Жақсы. Тоғада кім? Түсірген сияқтымын енді. Кестіріп түсір алдым ба, білмеймін.
Түсірдім. Рахмет Таппай Жақсы. сізге. Сау Ешқандай болыңыз. сылтау. Иә, рахмет. Тыңдағандарыңызға рахмет. Бір кішкентай да болса бір мағлұмат алды, өздеріне керек дүниені алды деп ойлаймын. Иә, жақсы күндерде кездесейік. Бұл деген көпте болып жатқан нәрсе, бұл біреуіне қатыса аламыз, біреуіне қатыса алмаймыз. Кешкілікті уақытта я қонақ келеді, я қонаққа бару керек болады, бір қазақтың бір несі таусылмайды ғой, бірақ дегенменен көптеген нәрселерді естідік, көрдік. Бұл жақсы енді. Иә, сабақ беріп қатыспай қалмаң енді, бәрін қатысыңыздар. Иә. Сабақ Жақсы, беріп болдым деп па? Жақсы. Жақсы, Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. апайларға да. Болыңыз. Мхм.